Сәлем достар, бүгін біз заварное тесто немесе екілер дайындайтын боламыз. Отымызға суымызды қойып, шым-шым тұз салып, майымызды салып, қайнағанша күтеміз. Бетіне шарик болып қайнайын деп жатқан кезде ұнымызды салып, тез араластырып аламыз. Комок болып қалмауы керек. Осылай болып шықты. Енді үстінен 4 жұмыртқаны бір-бірлеп салып отырып, араластырып аламыз. Төрт жұмыртқаны араластырып алдық. Менде осындай тесто шықты. Бұдан тағы да сүйіп болғыларыңыз қалсаңыздар, жұмыртқа тағы қосып сыйық қылдыруға болады. Одан соң насаткаларыңыз болса, насаткамен әртүрлі формада жасауға болады. Болмаса, осындай қасықпен салып шығамыз. 40-45 минут 180-200 градуста пісіріп аламыз. Пісіп жатқан кезде бетін ашпаймыз, себебі піспей көтерілмей қалады. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін, өте тез, өте дәмді болады. Менде осылай шықты. Бұны қаймақпен, сгущенканы араластырып, торт сияқты сәндеуге болады.